Бүгін біз көп адам мән бермей жүретін, бірақ уақыт өте көз жанарын біртіндеп жоғалта бастайтын катаракта туралы айтамыз. Катаракта дегеніміз көздің ішіндегі мөлдір хрусталиктің лайлануы, яғни адам бұрын анық көріп жүрген дүниені бірте-бірте бұлыңғыр көре бастайды. Алысты ажырату қиындайды. Жарыққа қарай алмай сығырайып қалады. Кейде бейне қосарланып көрінеді. Тіпті жақсы көру үшін үйдің жарығын күшейтуге мәжбүр болады. Қазір әлемдегі соқырлықтың тең жартысына жуығы дәл осы катарактамен байланысты екені бекер емес. Көбіне бұл ауру 60 жастан асқан адамдарда кездеседі, бірақ ерлер мен әйелдерде шамалас деңгейде байқалады. Катарактаның негізгі себебі көбіне жасқа байланысты өзгерістер болса, кейде туа біткен түрлері де болады. Кей жағдайда көзге тиген соққы, жарақат немесе сәуленің әсері себеп болуы мүмкін. Өкінішке қарай, дәлелденген нақты алдын алу жолы әзірге жоқ. Кейбір тамшылар зерттеліп жатыр, бірақ олардың хрусталиктің лайлануын тоқтататыны әлі толық дәлелденбеген. Кей адамдар көзде ақ пайда болған кезде ғана алаңдай бастайды, ал бұл катарактаның тым жетілген сатысы, көбіне ота жасалмайынша жағдай түзелмейді. Диагностика арнайы тексерулер арқылы жүргізіледі. Дәрігер көздің көру өткірлігін, көзішілік қысымды өлшеп, қосымша зерттеулер жасайды да, нақты ем тактикасын анықтайды. Қазіргі заманда бұл ота 15-30 минут ішінде жасалады, ауыртпай өтеді. Адам көп жағдайда сол күні-ақ үйіне қайтып кетеді. Егер квота арқылы жасалса, науқас стационарда 2-3 күн ғана болады. Отадан кейін 1 ай бойы арнайы тамшылар қолданылады, ал көру біртіндеп қалпына келе бастайды. Операция кезінде табиғи лайланған хрусталик алынып, оның орнына жасанды мөлдір хрусталик қойылады. Оның да түрлері бар. Кейбірі тек бір қашықтыққа жақсы көруге көмектессе, кейбірі әрі жақынға, әрі алысқа көзілдіріксіз көруге мүмкіндік береді. Жасанды хрусталик бір рет қойылса, ол қайта лайланбайды, яғни катаракта сол көзге қайта шықпайды. Жиі қойылатын сұрақтар. Катарактаны дәрімен емдеуге бола ма? Қарапайым тілмен айтсақ, катаракта көздің ішіндегі мөлдір хрусталиктің лайлануы. Бір рет лайланған хрусталик өздігінен қайта мөлдір болмайды. Оны ешқандай тамшыда, таблеткада, халық емдері де тазартып жібере алмайды. Операция квота арқылы тегін жасала ма? Катарактаны мемлекет есебінен тегін емдетуге толық мүмкіндік бар. Ең басты шарт, диагноз ресми емханада қойылуы керек. Ол үшін алдымен өз емханаңызға барып, офтальмологқа жолдама аласыз. Дәрігер тексеріп, операция қажет деп шешсе, квотаға өтініш беріліп, мемлекеттік клиникаға кезекке қояды. Құжаттар дұрыс рәсімделсе, операция тегін жасалады. 2 көзді 2 клиникада ота жасаттым, нәтижелері әртүрлі. Неге? Жауап әртүрлі себепке байланысты. Хрусталик есептеу параметрлері, көздің бастапқы жағдайы, таңдалған линза түрі. Дәрігер бақылауы маңызды. Катаракта операциясы дегеніміз хрусталикті алмастыру ма? Табиғи хрусталик алынып, жасанды хрусталик қойылады. Хрусталикті ауыстырсам, катаракта қайта шыға ма? Жоқ, бұлыңғыр хрусталик бір рет алынса, ол қайтып шықпайды. Кейде адамдар тамшы тамызып жүрсем жазылып кетер деп үміттенеді. Бірақ ондай дәрілер көздің қорғауы мен қабынуын уақытша ғана басады. Ал ішкі хрусталиктің лайлануы сол күйі жалғаса береді. Катарактаны операциясыз емдейміз деген әдемі сөздер көбіне жалған үміт қана. Сондықтан көру нашарлай бастағанын сезсеңіз, уақыт созбай, дер кезінде дәрігерге қаралу ең дұрыс шешім. Өйткені көру адамға берілген ең қымбат аманат. Көп көрермен доктор Берг арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына көмектеседі. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.